кісілермен. Соның ұйымдастығымен, сол кісілермен бірге қалмай, сол арқылы сыртқа қарай шығу керек. Сол танылған жеріне қарауларың керек. Солар қалай бастайды, солай шығасыңдар. Бір жама бағана түспедегі қарағанда жақсы. Мына енді бүгінгі жаттығуды қандай екенін міне директор ағайдың өзі айтады қазір. Елімізде болып атқан жантүршігерлік оқиғаны өздеріңіз көріп білдіңіздер, естіп жатсыздар. Татарстандағы болып жатқан жағдай бүткіл дүние жүзіндегі халқының жанын ауыртты. Сондықтан бұндай іске жай барақаттықпен қарауға болмайды. Сіздердің шыққандарыңызды, ұйымдастырғандарыңызды көріп тұрмын. Бұл күлкі емес қой. Анау төмен кластың оқушыларына рахмет, бастарына сумкасын қойып, бірінші болып жүгіріп шығып бара жатыр. Ал үлкен сыныптың оқушылары сіздерге ұят па неме? Кішкене аяқтарында жылдан басып, келіп өшеріға тұру керек қой, ішіне үйрену керек қой. Қалыптастыру керек өздерін сондайға. Жаңа Бейдәлет ағайларым дұрыс айтып отыр. Әр кезде әр қалай ситуация болады, сонда өздеріңді соған ұстай білулерің керек. Мысалы, терроризм болып қалған жағдайда не істей аласыңдар? Біріншіден тыныштық сақтауға шақырамыз. Одан кейін барып сол келген адамды ашуандырмауға, арттарынан көмек келгенше уақытты ұстай тұруға, жаппай айқай шуға ұластырып жібермеуге сұранамыз сендерден. Ал төтенше жағдай болған жағдайда, бұл төтенше жағдай өрт қауіпсіздігі, жаңа жер сілкінісі деген сияқты осындай жағдайлар болып жатады. Айтқан жерден олақ, ол бізге келмесін. Бірақ ондай кезде де осындай сақтық шараларды біз сақтауымыз қажет. Сақтансаң, сақтаймын дейді ғой, сондықтан сақтық керек. Әр сыныптың мұғалімі, әр сыныптан бірге ілесіп шығу керек, сабақ беріп жатқан мұғалім. Бір 40 минут сабақта пән мұғалімдері, бір 40 минут сабақта сіздер, сол классқа сіздер егесіздер. Сол классты ұйымдастыратын сіздер. Мынау Татарстанда да ағылшын тілі пәні мұғалім екен. Сол кісі балаларды қорғап, өзі қайтыс болып отыр. Солардың алдынан шығып қолын көтеріп міне. Мұғалім деген сондай болу керек. Сендермен бірге болу керек. Балалар мына медбике, біздің мектебіміздің медбикесі жараланғандарды жаңағы тексеріп шығады. Содан кейін қараймыз. Дұрыс жасалынған жоқ. Мына сендердікі енді анау айтқанда енді жақсы деп айтпаймын, қанағаттанарлық. Бұдан да келесі жаттығуымызды бұдан да жақсы өтеді деп ойлаймын. Енді кемшіліктер жағынан жойымыз керек, түсіндіңдер ме? Жоғары сынып сендерге қатысты енді. Қазір осымен бүгінгі азаматтық қорғаныс және төтенше жағдайларға байланысты арналған жаттығуымыз аяқталды. Бірінші, екінші сынып қайсы? Үшінші сынып. Оңға бұрыл. Саптық адыммен мектепке қарай адым. Бас!